Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар. Бүгінгі кезекті жасанды интеллектіміз Музикбул деп аталады. Музикбул ай. Бұл ән шығаруға арналған. Бұған дейін біз соны айды да қолданып жүрген болатынбыз, иә. Бірақ бұл нұсқада тегін нұсқасына дейін 30 ғана кредит беріліп тұр. Жаңа аккаунтпен тіркеліп отырып жасай аласыздар. Көп мүмкіндіктер бұның ақылды нұсқасында. Бұл жерде өзіміздің дауысымыз жазатын жаңадан мүмкіндік қосылған, бірақ ол ақылды нұсқасына тән. Енді біз қазір тегін нұсқасында тек қана текст бойынша ән жазатын боламыз. Бұл жерге алдына дайындап қойған әнімді мен көшіріп алып келемін. Бұл әнді алдын ала өзіміз ChatGPT-ға немесе Gemini-ға жаздырып алып, сөздерін қарап, тексеріп алып, дайын текстімізді әкеліп осы жерге қоятын боламыз. Тексті қойдым. Енді төменгі жағында стиль деп тұр. Осы стильдерді қарап отырып, өзіміз ішінен біреуін таңдайтын боламыз. Стиль көп екен, Енді мен бұның ішінен тек қана рэп деп таңдап көремін. Қалай болып шығады екен көреміз. Енді ары қарай біз өлеңімізді қостық, немізді стилімізді таңдадық. Дополнительный вариантта ешқандай өзгертпеймін. Осыны жасап көремін. Мына жерге атауын жазам. Менікі тұқтау әні болғандықтан тақырыбын осылай жаздым. Енді қарайық. Бізге қазір қалай қылып шығарып береді екен. Дополнительный вариант ішінде не бар екен қарап көрейік. Исключен стил дейді. Мына жердің дауыс тыңдайды екенбіз, женский мужской. Енді бұл тұра берсін көрейік, қайсысымен автомат түрде алып шығады екен. Болды. Мен создать песни дегенге жіберем. Байқасаңыздар, мен автомат түрде екі әнді бірге жазып жатыр, Екі түрлі нұсқада жазып береді бізге. Күтетін боламыз, сосын тыңдап көретін боламыз. Қайсысы қандай нұсқада. Енді бұның ақыл нұсқаларында қарап көйлеріңізге болады. Енді ол көбінесе 30 кредит түрі жайменде, 30 кредитте менен 0 болып қалып тұр. Екі әнді сонда бір әнді 15 кредитке жазатын болып тұр. Сонда каждый өзімізге керек уақытында жаңа аккаунтпен тіркеліп пайдаланып тегін нұсқасында қолдансақ болады. Бізде екі нұсқада пайда болды. Қазір тыңдап көреміз. Осылай қылып өздеріңізге шығарып алып көруіңізге болады. Енді бұны көшіріп алып көремін. Жүктеп алу деп басылып тұр. Жүктеп алу деген кездегі барлық нұсқасы да бізде жүктеп алудың ақыл нұсқаға кетіп қалып тұр. Бөлісу арқылы қалай көреді екенбіз, бөлісіп көрейік. Сілтемені көшіріп жіберіп көремін. Сосын оның телефоннан қалай тыңдайтынын көріп көруіңізге болады. Бірақ енді жүктеу мүмкіндігі жоқ екен. Егер де видео сіздерге пайдалы болса, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.